Қалайсыңдар ағайындар? Бүгін жиналғанымыздың өзінің себебі бар. Әкеміз ауырып жатыр. Бүгін бар, ертең жоқ. Соны мәселенің басын шешіп алайық. Үлкені болып сен айт. Ертең алда-жалда бір нәрсе болып кетсе, мүлікті бөліп алайық. Ағайындар, үйдің үлкені болып, қара шаңырақпен фазенда маған қалсын оны. Қалғанын ерсің, өзің көрерсің. Ал бауырларым, қара шаңырақ маған қалсын. Үйдің кішкентайым ғой. Дәстүрде сондай бар ғой. Кішкентай қара шаңыраққа қарайды деген. Қалай ол ағайындар? Сен фазендан алсаң, сен үйді алсаң, маған не қалады? Өмір осындайсыңдар, мені тоқалдан тоғандай тастайсыңдар. Болмайды олай. Қара шаңырақты да, фазенданы да сатамыз. Ақшасын ортаға теңдей бөлеміз. Дұрыс па? Тура сөйтіп әкеңе айтып бар. Аллаға, әкеміздің жағдайы қалай болып отыр? Әкелеріңіздің жағдайы қазір жақсы, бір қалыпты. Ең бастысы қазір кезде оған тек күтім керек. Қасында қарайтын, жақсылап тұрып қарайтын біреуіңіз керек боласыздар. Ағайындар, дәрігердің айтқанын естідіңдер. Әкемізді сен кішкентай болып, әкемізді қолына ал. Мен әлі оқуым бар ғой, үйленгенде жоқ. Сен алсайшы, әйелің бар ғой үйде. Мен әйелімді білесіңдер. Әкем түгілі мені жақтырмайды. Ортаншысы болып сен алсай. Ағайындар, түсінбедім мен сендер. Бағана мүлікті бөлген кезде мұндай әңгіме айтпай өндір болсыңдар. Болмайды олай. Біреуін алыңдар әкемді қолына. В общем, мен уақытым жоқ. Қалада движением бар мен. Әкелеріне уақыт таппаймын мен. Қалай әкелеріне? Әке осындай ғана кезде керек па не? Әке, мен сендер түсінбедім. Не істеп жатсыңдар сендер? Балаларым. Қартайған шағымда қызықтың бәрін осы үш ұғымнан көрем ба деп едім, бірақ жоқ, қателескен екем. Сендерді күн-түн демей, азаннан кешке дейін сендерді бақтым, қақтым. Таксовод етіп жүрсем де ақшаларыңды таптым. Оқыттым, шоқыттым, аяққа тұрғыздым. Үйлендірдім балықтарыңды. Ал қазір бір әкелеріңді баға алмай отырсыңдар. Сен жүрсің үлкен ұлым. Бір әйеліңе күшің жетпей мән жұбас. Мен сені осылай тәрбиеледім ба? Сендерден құр да шейден.